Ассалаумағалейкум достар, Спортмастер каналына қош келдіңіз. Менің есімім Нұрфат. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге бойды қалай өсіреміз, бойды жылдам өсіретін ең мықты жаттығуларды көрсететін боламын. Тез сіздің бойыңызды өсіретін ең жақсы әсерін тигізетін жаттығуларды бүгінгі видеода жасап көрсететін боламын. Алдыңғы мен армия деген видеомда көп адамның сұрауы бойынша бой өсіруді түсір депті. Бүгінгі видеода сіздерге соның бәрін анығырақ, толығырақ жеткізіп жасап көрсетемін. Бүгінгі видеода жаттығуды қайталап, сіздің бойыңызды тез арада өсіретін боласыздар. Күніне 2 мезгіл орындайсыздар бұл жаттығуларды. Қай уақытта жасау керек, қай сан, қанша рет істеу керек, бәрі видеода жазылып тұрады. Бүгінгі видеода біз кешкі уақытта түсіріп жатырмыз сіздер үшін. Кешкі салқынмен. Достар, видео басталмас біздің каналға тіркеліп, лайк басып, осы арнаны қолдап кетіңіздер. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, бірінші жаттығуды көріп тұрғандарыңыздай бір орында секіреміз. Бұл жаттығу сіздің омыртқаңыздың созылуына және бойыңыздың өсуіне зор пайдасын тигізеді. 4 подход 15-20-дан секіреміз. Екінші жаттығуымыз тізе арқылы омыртқаны созу. Яғни жерге жатасыз және тізеңізді құшақтап омыртқаны созасыз. Бұл жаттығудың омыртқаңыздың толықтай созылуына және бойыңыздың өсуіне зор пайдасын тигізеді. Бұл жаттығудан 6 подход 1 минут 1,5 минуттан тұрамыз. Үшінші жаттығуда қол мен аяқты бірге түзу көтереміз. Бұл жаттығу бойдың өсуіне жақсы пайдасын тигізеді. Яғни сіздің бойыңыздың созылуына, омыртқаңыздың созылуына өте жақсы әсерін береді. Бұл жаттығуда 3 подход 15-20 рет қайталаймыз. Видеодағыдай жасаңыз. Төртінші жаттығу мысық тұрысы. Бұл жаттығуда көріп тұрғандарыңыздай ішіңізді төмен түсіресіздер және бүкіреп қайтадан шығарасыздар. Бұл жаттығу сіздің омыртқаңыздың созылуына, бойыңыздың өсуіне жақсы пайдасын тигізеді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 подход 10-12 рет жасаңыздар. Бесінші жаттығуда көріп тұрғандарыңыздай иықтарыңызды алдыға бүкіресіздер, иық қайттан ашасыздар. Осы жаттығу сіздің денеңіздің созылуына және омыртқаңыздың иықтарыңыздың созылуына жақсы пайдасын тигізеді. Бойыңыз жақсы өсетін болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қайталаңыздар. Видеода 2 положение жасалған, соны көріп мен сияқты қайталаңыздар. 4 подход 10-15-тен.
жаттығуда көріп тұрғандарыңыздай арқамен жатамыз және екі аяғымызды барынша артқа созамыз. Бұл жаттығу сіздің арқаңыздың, бойыңыздың, денеңіздің созылуына жақсы пайдасын тигізеді. Бұдан 1 минут, 1,5 минуттан тұрамыз 4 подходтан. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Бүгінгі видеода мен сіздерге бойды тез, жылдам уақытта өсіретін жаттығуларды көрсеттім. Сіздер осы жаттығуларды қайталап, бойларыңызды тез арада өсіре алатын боласыздар. Маған сеніңіздер, күніне 2 мезгіл орындайсыздар. Күніне 2 мезгіл тамақтың алдында және тамақтан кейін орындап отырасыздар. Бұл жаттығулар сіздің бойыңызды жылдам арада өсіретін болады. Яғни 4-5 сантиметр бой қосатын болады. Тек өзіңізге сеніп бұл жаттығуларды қайталаңыздар. Бүгінгі видеода жаттығулар созылатын, керілетін, обыртқан созатын жаттығулар сізге міндетті түрде пайдасын тигізетін болады. Осы видеоны ұнаса, достарыңызға таратып кетіңіздер, өзіңіз каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Осы каналда бойға іштегі майды кетіретін әртүрлі пайдалы жаттығулар шығарып отыратын боламыз. Келесі видеода кездескенше, амандықта жүздескенше сау болыңыздар.